Қараңыздар, 3 жүпті болып тұр, 4-ші бос болып тұр. Ал қазір осы 3 жүппен біз сіздермен бірге абирлық тігісін тігетін боламыз. Артық маталарды кесіп тастайды. Мұнда қайшысы бар. Және тіккен кезде осылай бір тегіс етіп, әдемі етіп тігіп шығады. Енді роликті көрсетейін. Міне мынау етекке арналған арнайы желбезекке дайындаған мата. Ұзындығы 25, ал ені 1,50-ден 4 есе еселеді, яғни 6 метр ұзындық. Енді осы матаға жиегіне ролик салатын боламыз. Роликке қою үшін қараңыздар, менде Ягуар машинасы. Ол үшін не істейміз? Ең әуелі міне мынаны былай тартсаңыздар, ашылады. Төмен қарай тартамыз. Және міне мына кнопканы тартсаңыздар, өздеріңізге қарай асты алынады. Міне ашамыз. Осы кезде қарасаңыздар, итеріледі қайшысы. Мынау тұрған қайшысы деп айтылады. Міне жанынан көргенде осы қайшыны бер қарай итеріп, төмен қарай түсіреміз. До конца түсіріп қою міндетті. Және мұнда абирлыққа арналған өзі осындай темірі болады. Осының бойымен абирлық жасап шығады. Міне осынысын алып тастаймыз. Енді қайтадан орнына келтіреміз. Және де жан-жағын бәрін жауып қоямыз. Абирлықтың жанында міне мынандай бұрайтын жері болады. Осы бұрайтын жер қарасаңыздар, міне точкада 7 деп тұр. Осыны 4-ке қоямыз. 4-ке әкеп жатқанда, міне қараңыздар, 4-ке бұраған кезде тігісіміз кішірейеді. Міне көрдіңіздер ғой, мына жерде иненің астында тігіске қоятын жеріміз кішірейеді. Міне 4-ке әкеп қойып қойдық. Міне абирлықтың екінші жанында тағы міне мынандай дөңгелектер болады. Қарасаңыздар, бірінші дөңгелекте зигзаг әдісін салып қойған, осы яғни аралықты кішірейтеді. Мынау тігістің аралығын кішірейтеді. Екіншісіне қарасаңыздар, онда міне тағы да көрсетіп қойған, екі аралықты кішірейтеді. Осыны міне бірге қоямыз. 1,5-мен жасасаңыздар да болады. Және 3 деп тұрғанда біз 2-ге түсіреміз. Міне, енді бізге роликке машинкамыз дайын. Міне матамызды қойып алдық. Қарасаңыздар, мұнда алдында темірі бар, лапканың бойымен тұрған. Осы темірдің бойымен матаны ұстап отырамыз. Енді қараңыздар, міне сонда өте жіңішке етіп тігіп шығады. Міне мұнда қалып кеткен жігін қарасаңыздар, мынау абирлық кезінде тіккені, ал мынау тұрғаны екінші тігіс матадағы, ол роликпен тіккен тігіс. Міне роликпен осылай толығымен тігіп шығамыз.